Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде жаратылыстану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы тұқымнан не өсіп шығады. Сабағымызды жұмбақпен бастайық. Мен оны жасырамын, ал сендер жауабын табыңдар. Тыныстайды, өседі, бірақ жүре алмайды. Ол не? Жарайсыңдар, жұмбақтың жауабы ағаштар. Балалар, ал ағаш неден пайда болады? Дұрыс, түбірден. Ендеше, түбір сөзін біз үш тілде үйренейік. Түбір, корень, рут. Қане, тағы бір қайталайықшы. Түбір, корень, рут. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Ендеше, балалар, қазір бізде сұрақ жауап айдары. Балабақша ауасында ағаш өсе ме? Қандай ағаштар өседі? Жақсы. Ендеше, балалар, мен мына ағаштарды шатастырып алдым. Сендер маған көмектесіңдерші. Мен бұл жерде қайсы ағаш, қайсы бұта екенін ұмытып қалдым. Қане, зерттейікші. Дұрыс айтасыңдар. Бірінші ағаш, ал екіншісі бұта. Балалар, мына суретке назарымызды аударайықшы. Олардың жапырағы бар ма? Оны не ұстап тұр? Дұрыс, ағашты тамырмен бірге жерге егіп жатқан бұл сәтте көрініп тұр. Тамыр қандай болады екен? Тамыр қатты, ағашты ұстап тұрады және оған нәр береді. Ағаш тамыр арқылы су ішеді. Балалар, ал ағашқа жапырақтың не қажеті бар? Ағашқа жапырақ арқылы дем алады. Дұрыс. Балалар, ал біз болсақ қалай дем аламыз? Біз қалай тыныстаймыз? Дұрыс. Ағаш өседі, тыныстайды, қоректенеді. Яғни, ағаш тірі нысан деген мағына. Әр ағаштың өзінің аты болады. Ағаш бұл өсімдік, балалар. Мына суретке қарасақ, балалар, бұл жерде біз ағаштың ең бірінші тамырларын көре аламыз. Жапырақтары болады. Ағаштар мен бұталарды күту керек. Олар ауаны тазартады. Және бұталардың да аттары бар. Ендеше, балалар, бойымызды бір сергіп алайық. Бәріміз жерге назар аударайықшы. Жердің бәрін сарғайған жапырақтар жауып тастапты. Сондықтан да жылдың бұл мезгілін қалай атайды? Дұрыс айтасыңдар, алтын күз деп атайды. Балалар, тек жапырақтар ғана сары ма? Балалар, бір жапырақ жерге қалықтап түсіп барады. Екіншісі айналып ақырындап жерге құлады. Жапырақ жеңіл болғандықтан жерге түсті. Мына жапырақтардың түсуі мына суреттен бейнелей аламыз. Балалар, сендерге сұрақ. Жапырақтар неге сарғаяды? Өйткені күн аса қатты жылытпайды, ағаштың ішетін суы да азаяды. Сондықтан жапырақтары түсіп жатыр. Өсімдік қысқа осылай дайындалады. Біз жылы киімдер кидік, ал ағаштар суды аз жұмсау үшін жапырақтардың бәрін жерге түсіріп тастайды. Жарайсыңдар. Енді, балалар, сендердің аулаларында қаншама ағаштар бар?
Өздеріне ұнаған ағашты таңдап алып, оны құшақтаңдар және көздеріңді жұмып біраз тұрыңдар. Ол сендерге не жайлы әңгімелейтініне құлақ түріп көріңдерші. Ата-аналарың белгі берген кезде қайтып келесіңдер. Жақсы, тамаша балалар, тапсырманы жақсы орындадыңдар. Енді біз ағаштардың түр-түрі бар екенін білеміз. Мына суреттерден емен, қайың, тау ағаштарын көріп тұрмыз. Ағаштардың түр-түрі бар деген осы. Жақсы, балалар, енді практикалық тапсырмаға көшейік. Ол үшін бізге пыва, клейі, шар және де жапырақтар керек болады. Жұмысты орындап болғаннан кейін бізде осындай нәтиже шығады. Ендеше балалар, біз шарымызды пыва клеймен клейлеп аламыз. Оның үстіне жапырақтар жабыстыра бастаймыз. Осылай жарты шарды жабыстырып шығамыз жапырақтарымен. Одан кейін бірнеше күн өтсе, шардың клейі кебу керек. 2-3 күнде шарды жарып, бізде осындай нәтиже шығады. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабаққа өте белсене қатыстыңдар. Өте керемет. Мен сендерден кері байланысты WhatsApp желісінде күтемін. Сау болыңдар.